Студент кезімде бір құрбымның ауылына қонақ болып бардым. Кешке дастархан басында отырғанда атадан берілетін қасиет туралы әңгіме болды. Егер қасиет қонған адам қайтыс болған соң, балаларының бірі сол жолды ұстанбаса, тылсым құдірет ұрпағының бірін қайғылы жағдайға душар етуі мүмкін екен. Сол кезде құрбымның әжесінің айтып берген сондай бір әңгімесі әлі есімнен кетпейді. Оған сенерімді де, сенбесімді де білмеймін. Бірақ үлкен апа жалған айтпайтын шығар. Апаның айтқан әңгімесі: мен келін болып түскенде, көрші үйге де келін түскеніне көп бола қоймаған екен. Жасымыз да шамалас болған соң, Қаламқас екеуміз жақсы араласып, сыйлас болып кеттік. Кейде ауылда қалған ата-анамызды, туған-туысты сағынатынымызды айтып, бірге жылап алатынбыз. Кішкентай қуанышымыз болса да бөлісетінбіз. Қонақ келе қалса, бір-бірімізге көмектесіп жүрдік. Бірде Қаламқас үлкен атасы қасиет қонған кісі болғанын, оның жолын ешкім ұстамағанын, сол атасы жиі түсіне кіріп, үнемі есік алдында атан түйе әкеліп тұратынын айтты. Ауылдағы емшіге айтқан екен: ол атаңнан келген қасиет саған қонғалы жүр, сен бата ал, егер бетін қайтарсаң, зияны тиюі мүмкін депті. Бойымда ешқандай қасиет жоқ, мен қалай бата аламын деді. Сен немересісің ғой, өз балалары тұрғанда саған келмейтін шығар деп мен де жұбатқандай болдым. Бір жылға жетпей мен де Қаламқас та бала көтердік. Оның мезгілі менен 2 айға кеш болатын. Екеуміздің басымыз қосылса, бойымыздағы өзгерісті айтамыз. Қуанышымызда шек жоқ. Ана болудың қандай керемет сезім екенін сонда ғана білдік қой. Ай күнім жетіп, мен қыз босандым. Қызым 40-нан шықпаған соң үйден ұзап шықпаймын. Сондықтан қолы босаған кезде Қаламқас маған келіп тұрды. Бір күні жүзінің жабырқау екенін байқадым. Не болғанын сұрап едім. Түн болса, іштегі балам кеудемді тырмалап, бір дауыс шығаратын секілді. Таң ағарғанша ұйқы бермейді деді. Мен оған не айтарымды білмей, емшіге көрінсеңші деп кеңес бердім. Бір күні Қаламқас босанғалы жатыр деп енемді шақырып кетті. Бірақ оның босанатын уақыты жеткен жоқ еді. Шала туған ғой деп мезгілінен ерте босанғаны жамандыққа жорыдым. Бірақ бір күдік іштей мазалады. Не жағдай болғанын білмей дегбірім қашты. Кеш болды. Түс ауа кеткен енем де келмей қойды. Кеш қарая енем де келді әйтеуір. Бас салып сұрауға қымсындым. Өзі де ештеңе дей қоймады. Кешкі астан кейін шай ішіп отырғанда әңгімені өзім бастап, Қаламқас ұл туып па әлде қыз ба деп сұрадым. Енем әр кездегідей сабырлы мінезімен сәл үнсіз отырды да, айтарға тілім бармайды деді. Шыдай алмай тыныштық па деп сұрадым. Құдай басқа бермесін, аяқ қолының тырнақтары сояу-дау, түрі адам деп айтуға келмейтін бірдеңе, өлі туылды деді. Содан кейін Қаламқас біраз уақытқа дейін үйінен шықпай қойды. Бір күні енемнен қызымды алып Қаламқасқа барып келейін деп сұрадым. Енем: өзің барып кел, көңілін аулап қайт. Сенің балаңды көрсе, көңілі бұзылар деді. Енемнің ақылын тыңдап, өзім бардым. Қаламқас мені құшақтап ұзақ жылады. Оған қосылып, мен де жыладым. Әлден уақытта жылағанын тоқтатып, қызым жайлы сұрады. Қылықтарын айтып едім. Ол да мәз болып көңілденді. Қайтарда: мен баладан шыға алмаймын, сен келіп тұрсаңшы дедім. Ертесіне-ақ ол үйге келді. Содан кейін жиі келіп, қызымды ойнатып кетіп жүрді. Көп ұзамай Қаламқас қуанышты хабармен келді. Тағы аяғы ауыр екен. Бала көтеру ана үшін қандай қуаныш екенін тек ана ғана түсіне алады. Қаламқас үшін қатты қуандым. Алладан аман есен аяқ қолын бауырына алып, сәбиін бауырына бастай екен деп тіледім. Ай күні жеткенде Қаламқас қыз тапты. Ауыл болып шілдехана тойын өткіздік. Қаламқастың қызы әлі 40-нан шықпаған соң мен барып тұрдым. Өзімше білгенімді үйретіп, бір күні Қаламқас бала қаншайлығында сықылықтап күледі деп менен сұрады.
ойымда ештеңе жоқ. 3-4 айда шығар дедім. Ал менің қызым 40-нан шықпаса да сықылықтап күледі. Сонда қалай болғаны деді. Мен не айтарымды білмей тосылып қалдым. Қаламқас әңгімесін жалғап, ұйықтаған соң түн ортасы ауғанда қызымның сықылықтап күлген даусынан оянамын деді. Дауысты түсіңде еститін шығарсың деп жұбаттым. Өзім де солай шығар деп ойладым. Арада 4-5 ай өткенде Қаламқас көтеріліп ауырады екен деген сөз шықты. Бірақ мен ол әңгімеге сене қойғам жоқ. Өйткені Қаламқасты күн ара көрем. Бойынан ондай өзгеріс байқаған емеспін. Бір күні енемді сол үйге шақырды. Келген соң енем, кейінгі уақытта Қаламқастың бойынан ештеңе байқамадың ба деп сұрады. Жоқ, неге сұрадыңыз дедім. Енемнің айтуынша, түнде ұйықтаған кезде қызы бесіктен босанып келіп, Қаламқасты буындыратын көрінеді. Өлдім-ау дегенде қызының қолынан босап шығады екен. Қаламқас есін жиям дегенше қайтып барып бесігіне жатып алатын көрінеді. Ол сөздерге сене қоймай, түсінде қара басатын шығар дедім. Көпті көрген енем, жоқ, бұл жерде бір гәп бар сияқты деді. Келесі күні Қаламқастың хәлін білуге бардым. Ол өте көңілсіз екен. Мән-жайдың қалай болғанын сұраудың жөнін таппай отырғам. Өзі сөз қозғады. Енемнің айтқанын қайталады. Ұйықтағанда бастырылып қалып жүрген шығарсың, ол түсің болар дедім. Жоқ, оянып көзімді ашқанда қызымның маған қарап сықылықтап күліп, бесігіне барып қайта жатқанын анық көрем деді. Мен не айтарымды білмедім. Екеумізді құшақтасып, жылауға ғана шамамыз жететін. Көп ұзамай Қаламқас қайтыс болыпты деген суық хабарды естігенде есімнен тана жаздадым. Кейін білдік, бесіктің қол бауына буынып өліпті. Қаламқастың өлімі әркім сан жаққа жүгіртті. Күйеуі буындырып өлтіріпті деген сөзде шықты. Өйткені ешкім де бесіктегі қызы буындырып өлтіріпті дегенге сенген жоқ. Қаламқастың қызы туралы айтқанын білсем де, мен ол кезде сене алмадым, деп апам әңгімесін аяқтаған еді. Апамның пайымдауынша, Қаламқастың өліміне атадан келе жатқан тылсым қасиет себеп болуы ықтимал. Егер түсіңде аян берсе, бойыңда қасиет болмаса да бата алған жөн. Бата алған соң атаның қасиеті ақырын-ақырын бойға дариды екен. Кім білсін, бәлкім бұл сөзде бір шындық бар шығар.